Но мне бірінші рулім заказ бергем. Бұл әлі келмеді. Бұны мен май айында заказ бергем. Формат келмеді дейді, ана темаң жарамайды деген секілді айтып жатыр. Барлығы жақында келеді. Ой, бой. Гаяға барымыз келді. Балады, аштық, бұлдық, үйге келдік айтты деген. Бәріңе сәлем. Бүгінгі күннен бастап жаңадан проект басталады. Проект Рокспен байланысты болады. Рокста станкта подготовка жасаймыз, дайындаймыз. Және де сыртын покраска жасаймыз, бояймыз. Бояғанда жай ғана бояп қоймаймыз. Узорлар барлығын істейтін боламыз. Тек қызық болады барлығы. Басы болса, бастамасынан бастап қиын болып келе жатыр. Себебі мен мына сияқты наклейкалар жасатайын деген ғой. Ана Moto KZ бар, тағы бір-екі узор бар. Бастамасынан бастап қиын болып келе жатыр. Фотошопты бәрін дайындап, істеп, PNG файл деген болады ғой. Арт жағында фон жоқ. Сондай мен бәрін печать жасайтын жерге жібергем. Олар вектор дейма, иллюстратор, ана Corel дейма, бірдеңке дейді. В общем, формат келмейді дейді, ана темаң жарамайды деген секілді айтып жатыр. Сосын, в общем, проекттің арқасында бір Corel ма, Corel Drive па, неме программасы. Сонда біраз үйреніп қалатын болдық. Бастамасына қиын болып келе жатыр. Ол қандай наклейка десеңдер, мынандай. Мынандай демес даже. Мынау бетінде пленкасы бар ғой. Ананы алып айтқанда, әрбір әріп әрқалай жабысады. Соны әрқалай жабыстырып, бетіне краскілеп, аны наклейканы қайтадан алып тастасаң, четко болады. Узорын бәрін сөйтіп істеуге болады. Вот соны істейін дегем, что-то бүгін қиын болып тұр. Бүгін бастамасынан бастап қиын болып тұр. Бағана покраска жасағанға пистолет алайын деген ғой, краска пульт. Сол үшін базарды аралап, неме істеп жүрсем, Гаяға барымыз келді. Балады, аштық, бұлдық, үйге келдік айтты деген. Вот сондай тема. Бұл проектке уже Роксты қосқанда, Рокстың бағасын бәрін қосқанда 610 мыңдай ақша кетті. Что там, пацаны? Неме заказ бергендерімді көрсетейін бе? Бір талай нәрсе заказ беріп тастадым. Сотканың іші. Менің өз ойым мынандай, қандай техника тепсеңіз де, ақшаңызды аясаңыз, ол техника дұрыс болмайды. Көңіліңізіне шықпайды. Айтқанда. Міне заказ берген крашпэд пэк деп айтады, тағы бірдеңке слайдер деп айтады, аты көп. Мына жерге біреу қою керек. Не біреу жерге? Себебі құлаған кезде ар жағында ең бірінші жерге тиетін ол вариатордың крышкасы екен. Сол крышкаға дейін құлаған кезде бірінші тиетін сол слайдер болу керек. Және де мына жағында бірінші тиетін ол труба. Мына жағында сонда екі жағында қорғайтын слайдер болады, сол слайдерді ауыстыра салуға болады. Мынау шлангы карбюратордың екі жақ шетінде шлангы кигізетін жер бар, сол жерге шлангы кигізіп салмаса, станк берген кезде біраз бензин көп болған кезде ағады. Сосын карбюратор жақтың бәрі бензин, май болады. Мынау порошок. Порошок ертерек келсе, рамада жуатын жерлер көп, моторды да жуатын жерлер көп. Мынау өзім фиксатор. Мынау ашқан жерлерімді, көп аша бермейтін жерлер, сол жерлерді фиксаторға отырғызып тастаймыз. Себебі кейін вибрациядан или дірілдектен, тағы бірдеңкеден болттар өзінен өзі боса кетуі мүмкін. Сондықтан бұл резьбаны клейлеп ұстап тұратын дүние. Мынау обычный малярный скотч. Мен узорлар жасайтын боламыз, неше түрлі линейный дүзу узорлар жасайтын боламыз. Екі түрін алдым. Мынау екінші руль. Pro-Taper, питбайк деп тұр ғой. Питбайктың рөлі жалпақтығы 170 мм, биіктігі 110 мм. Бұл оптимальный келетін рульдердің бірі деп ойлаймын.
Мынау температураның датчигі, воздушный охлаждение болғандықтан бұның температурасын көре алмаймыз, сондықтан бұны мен өзім орнатып тастағым келіп тұр. Себебі мен өзім ішімде кейін Семейге, Өскеменге, Алматыға скутермен барғым келеді, сондықтан жолда қызып кетпес үшін, соны бақылап отыру үшін температурасын бұл маған керек. Мынау алдыңғы амортизаторға чехол, байқасаңыздар, амортизатордан уже сальнигі тозған, майы бәрі ақ кеткен. Біріншіден ол неліктен болады, себебі шаң, тозаң, ас барлығы кіреді бұл жерден. Сондықтан соның кесірінен сальниктің бәрін өлтіреді. Сондықтан бұл чехолды кигізіп тастасаң, чехолдың сыртына батпақ бола ма, ішіне бармайды. Бұл артқы амортизаторға мынау термоусадка. Мен өзім сотка ұстап тұратын және сотка зәртелейтін орнатуым керек. Сол үшін изолентамен істемес үшін изолент бар жерлердің бәріне осы термоусадкамен істеп тастаймын. Себебі бұл суда да өткізбейді, ашылып та кетпейді. Ал бұл вентилятор 5BM деген 100 кубтық скутерлердің вентиляторы. Бұны өзім келтіріп салмақшымын, себебі жоқтың өзінің Рокстың вентилятор кішкентай және де ол жеткілікті суытпайды. Бұл хомутиктер пластиковый. Бұл пластикті бекіту үшін бір-екі жерінде сынық жер болғанда креплениялары жоқ жерлер, сондай жерлердің бәріне ақырын білдіртпей хомутпен ұстататын боламыз. Бұл повороттың релесі. Менде повороттың релесі жанып кеткен, себебі жанып тұрады қосқан кезде. Мегайт ету керек қой, жанып өшіп. Бұл вес. Мен тағы тюнинг салғым келеді, сондықтан арт жаққа торк драйверге 139 QMB дейді ғой, 50 кубтық китайский скутердің торк драйверін салмақшымын. Соның колодкілері өте ауыр екен, сондықтан колодкілерін облегчать ету үшін, балансировка жасау үшін маған керек дүние, және де вариатордың роликтерін де салмағын білу үшін. Мынау менің орнатып тастаған фильтрім. Бұл видеоны көргіңіз келсе, мына жақта подсказкаға басыңыз. Мынау стоп сигнал, білсеңіздер, менде кроссовый мотоциклдің стоп сигналы тұр, және де сәнді емес, сән бұзып тұр. Тағы да заказ бердім, ол Polini Speedbell деген колокол, 107 мм. Рокстың стоковый 105 мм. Сондықтан 139 QMB-дің сцеплениясы бәрі келген кезде оған келу үшін заказ бергем. Бұл не подушка рульге, ренталь деген, питбайк деп тұрған, протейпер деп тұрғаннан қарағанда рентальді, оригинальный руль сияқты болып тұрғанын жақсы. Бұл мне бірінші рулім, заказ бергем. Бұл әлі келмеді. Бұны мен май айында заказ бергем. Әлі келмеді. Спор ашайын десем, Алиэкспресс тосатыр деп тұр. Сондықтан оны босқа тосатынын білдім де екінші руль заказ бердім. Ақшасын бұның кейін қайтарып аламын. Бұл алған выносым келмей қалды. Семейдегі Никитаға рахмет. Никитаға осы выносты жіберіп, бұрынғы мен Racer Lupus деген скутеріме алған роксовский выносты осы выносқа айырбастап алдым. Мынау крыльчатка обдува, жүрген кезде біраз ауаны көбірек ұстайды, сондықтан мен бұны уже орнатып қойғам. Алғандары барлығы өзімнің заттарым. Заказ беретін нәрселер әлі де көп. Краска заказ беріп қойғам, барлығы жақында келеді. Ой, стабилизатор ұйықтап қалды. Сіздердің қолдауларыңызбен бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Бұл проекттің аты қандай болсын? Білмеймін қандай проекттің атын қоятынын, және де комментария жазып, өзіңіздердің ұсыныстарыңызды білдіріңіздер. Өзім де ойланып көремін. Сосын келесі видеода уже бірінші сериясынан бастап сол проекттің атын солай атайтын боламыз. Өзімнің ойымша фотошопта былай жаса көрдім, өте керемет шығады екен. Руль, вынос барлығы бар. Не керектің бәрі бар. Бәрін заказ бердім. Алиэкспресс, Moto50, Reval, білетіндер білет, қандай сайттар екен. Сол сайттардан заказ бердім. Бір ай көлемінде келе жатар. Оған дейін біз Рокстың шешіндіріп, пластигін бәрін алып, пластмасын бәрін, краскілегенге бәрін дайындау керек. Сондықтан кірісетін боламыз, және де сіздер
мени колдоп комментарийга өздөрүңүздүн акылдарыңызды барлыгын жазыңыздар. Не істеу керек, не істеуге болот деген секилди. Осындай проект болот. Really bossing up now, pushing foreigns round the town. Girls just love when I'm around. I don't gotta make a sound. I can hear a hater talk in the background at the lounge. I be up in VIP with my sneakers on the couch. My mama said that I'm a clown. I can't do this shit at home, but tonight I'm feeling grown. Only got one life to live, just can't settle how it is. It's more than what it is. I'ma be the biggest out, I'ma make this shit known. I remember blowing speakers in my mother's living room. I was listening to me, Michael Jackson with the feet. I've been practicing for weeks. Like bitch, look at me now, moonwalking in the streets. Can't nobody flex like me. Only got one life to live, just can't settle how it is. It's more than what it is. It's worth more than what it is. It's worth more than what it is. It's worth more than what it is. Bottles coming like they free. I ain't worried about you. I'm too busy doing me. Tryna cross me, you can leave. Don't know why they hate on me. All this love I got in me, I'ma